Армысыздар, Ербес телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студия тізгіншісі Бекбол Мырзахан. Бүгінгі хабарымызда біз облыстық көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана жұмысымен танысатын боламыз. Осы төңіректегі сауалдарымызға жауап беретін мейманымыз студиямызға келіп жайғасып отыр. Пікірлеріңіз бар болатын болса, төменде көрсетілген байланыс желілеріне хабарласа аласыздар. Айнагүл ханым, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Жаңа айтып отырмыз, енді арнайы кітапхана маманы ретінде өзіңіздің студиямызға келіп отырсыз. Қазіргі таңдағы өздеріңіз ең бірінші жасап жатқан іс-шараларыңыз бен жобаларыңыз жайлы кішкене құлақ қағдар етсеңіз сөзді. Енді құрметті көрермен, біз енді арнайы кітапхана тек қана көз мүгедектермен емес, басқа да санаттағы мүгедектермен жұмыс істейміз. Яғни біз әлеуметтік оңалту, мәдени, тифло ақпараттық, әдістемелік білім беру орталығы болғандықтан, біздің мына басты бағытымыз ол мүгедектерді тек қана осы ақпаратқа қолжетімділігін қамтамасыз ету, тең қолжетімділігін. Енді бүгінгі күнде біздің кітапхана қорымызда 68 мыңнан астам кітап қоры бар. Ондағы енді ерекше болғандықтан біздің кітапханамыз ол бедерлі нүктелі шрифттегі кітаптармен ерекшеленеді. Бүгінгі таңда біз енді 2021 жылы республикалық фестивальде, Рухани қазына 2021 республикалық фестивалінде ең үздік зағип кітапхана атандық. Бұл зағип кітапханалар арасында. Осы енді атына заты сай болған кітапхана болғандықтан, көптеген іс-шаралар, көз мүгедектеріне арналған іс-шаралар жүргізілуде, өзін жалғасын табуда. Енді айта кетсек, біз мына ең бірінші кітапқа қамқор болып, кітаптың қасиетін, оның ішіндегі мақаласын мінсіз түсініп оқи алатын жандарға айта кететін 14 ақпан кітап сыйлау күні болған еді. Соған байланысты біз мына ынтымақтастықта жұмыс істейтін орталығымыз бар өзіміздің, ол мына Павлодар облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесінің департаменті. Яғни жазасын өтеушілер болатын. Бұл жазасын өтеушілерге біз өзіміз рухани байлығымызды сыйласақ, кітап сыйлап, олар біздің кітапханаға мына көз мүгедектеріне арналған шахмат дейміз, қолдарына сезімталдықты білдіре алатындай жүйеде жасалынған, және де Ақан Қасымовтың мүсінін, сондай-ақ біздің мешіт, Мәшһүр Жүсіп атындағы мешіттің макетін түгелін біздің кітапханаға сыйлаған болатын. Бұл біздің ынтымақтастықта жасалған жұмысымыздың қорытындысы, ары қарай жалғасын табады әрине. Және де біз енді орталық кітапхана білім беру орталығы болғандықтан, біз көз мүгедектеріне мына тек қана Брайль шрифтінде ғана емес, аудиоға аударып жазған кітаптарымызда баршылық. Былтырғы жылда алар болсақ, енді бір ел бір кітап акциясына енген Бақытжан Қанапияновтың «Достояние души» деген кітабын, бұл тек қана көз мүгедектеріне қолжетімді еткізіп, олардың мына білімге деген құштарлығын, ақпараттық білімі байлықтарын молайту үшін осы «Достояние души» кітабын Брайль қарпіне, одан қала берсе біз аудио таспаға жазып, о кісінің шығармашылығын насихаттаған болатымыз. Биылғы жылы енді сол жұмыстар жалғасуда. Біздің кітапханамыздағы Жан Алау студиясы бар, 2018 жылы ашылған. Бұл Жан Алау студиясында осы жұмыстар жалғасын тауып жатыр. Батырлар туралы әңгімелер жинағын, оны да біз аудио таспаға түсіріп, балаларға насихаттаймыз. Және де мына енді балалар жылы деп жатыр ғой, президентіміздің өзі айта кеткендей, балалар жылында балаларға көп көңіл бөлу, оларды білімге, құштарлыққа сезімдерін ояту мақсатында біз мына Сатыбалдин Серік Қинаятұлы деген өңірлік Павлодар өңірінің жергілікті аудармашысы деп танымал азаматымыздың кітабын «Табиғат тіршілік тірегі» деген кітабы. Осыны 4 форматта дайындап біздің кітапхана сөресінде бар. 4 форматта дегеніміз бұл енді Брайль қарпінде, жалпақ басылымда, одан аудиоға өзінің даусымен жазылған осы шығармашылық. Одан қалғаны мына тактильді кітап ретінде. Тактильді дегеніміз мына сол «Табиғат тіршілігі» кітабының ішіндегі, мысалы, жан-жануарға арналған кітап болса, соны біз
сезімталдық ретіп, мысалы аң, арыстанға арналған шығармашылық болса, сол арыстанның суретін фетр материалы арқылы балаларға қолдарына сезімталдықты білдіретіндей етіп жасадық. Бұны енді мақтанарға тұрарлық жұмыс бұл. Жамбыл облысында бір конкурс байқау жарияланған болатын. Алаш әдебиеті тәуелсіз ұлт руханияты деген. Бұнда біз 2-ші орынды жеңіп алып, дипломмен марапатталдық, сыйлықтарымызды алып, бұл қуанышты жағдайымыздың бірі. Одан тағы да енді балалар жылы деп тағы да айта кетуіміз керек. Біз мына тактильді кітапты дені сау балалар көз мүгедек балаларына көңілдерін бөліп, соларға деген дайындаған кітаптарын соларға қоғамға ортасына өздеріне қарай бейімдеп, тактильді кітаптар дайындап, Мұзафар Әлімбаев атындағы қаламыздың мектебімен бірлесіп бір жоба ұйымдастырған болатымыз. Білімге жол деген жобасы. Сонда аудан болып, ауыл болып, балалар қатысып, білімге құштар азаматшаларымыз көз мүгедек балаларына тактильді кітаптар дайындаған еді. Тағы да айта кететін жағдайымыз, бұл енді біз тұратын өлке деп өзіміздің өлкемізді дамыту мақсатында, мына көз мүгедектері, біз енді жай адамдар өзіміз барып, сол жерге көріп, мысалы Баянауылдың киелі жерлерімізді барып көріп жүреміз. Ал көз мүгедектерін ойласақ, оларға енді көңіл бөлу арқылы, осы ақпаратты жеткізу арқылы, олар да осы ақпараттан тыс қалмай біліп жүрсін деп, біз өзіміздің кітапханамызда біз тұратын өлке атты жобамызды іске асырдық. Бұл республикалық жобаға енген, мысалы айта кетсек. Бұнда біз киелі жерлерімізді, сакралдық жерлерімізді қолдан жасалған картамыз бар. Жаңағы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің мұнда да үлесі бар. Ол кісілер бізге қолдағы бар бұйымдармен карта жасап берді. Онда әр ауданда брайль жүйесімен жазылған әріптермен әр аудандағы сакралды жерлер белгіленген болатын. Сол сакралды жерлерді насихаттау жұмысы брайль қарпіне аудиотаспаға жазылып, біздің оқырмандарымызға көңілінен шығуда. Енді мына кітап оқу жүйесіне келсек, біздің республикамызда бір ел бір кітап акциясы бар. Бір ел бір кітап акциясында биылғы жылы енді Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығы таңдалған болатын. Бұл жұмысты біз дөңгелетіп әкетіп, міне кітапханамыздың бүгінгі күні міне Инстаграм парақшамызда тікелей эфирге шыққалы отырмыз бұл тақырыппен. Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылығын насихаттау. Жастар арасында балаларға насихат жұмысын жүргізудеміз. Енді шығармашылығын көркем сөз өнері деген жобасы негізі. Бұл шығармашылықта енді біз мына мән беріп, әр оқылатын шығарманың үтір нүктесіне мән беріп, мәнерлеп оқу, көркем сөз өнерін насихаттау жұмысы. Осындай жұмыстар жүргізіп жатыр. Және де енді Елена Игнатовская деген «Созвездие имен» деген шығармашылығы, онда көптеген жазушылардың, қазақ жазушыларының шығармалары орыс тіліне аударылып, Елена Игнатовская «Созвездие имен» деген аудиотаспасы былтырғы жылы балаларға арналған болатын. Бәрі балаларға, бәрі де көз мүгедектеріне арналған жұмысымыз. Керемет, Айнагүл ханым, сіздер барлық жұмысыңызды енді тізбектеп нақтылап айтып бердіңіз. Дегенмен де енді кішкене тоқталып өтетін жерлер бар. Мәселен, сіздер осы түзету мекемесімен тығыз байланыстасыздар, осы өзара қарым-қатынаста жалпы сіздер енді кітапты сыйлап жатсыздар. Сіздерге берілетін кітаптар сонда бұл тұрғындар тарапынан да кішкене келіп жатқан қор болып отыр ғой. Иә, біз енді мемлекеттік мекеме ретінде біз өзіміз енді мемлекет тарапынан сатылым арқылы, госзакуп дейді, сол арқылы біз өзімізге кітап қорына кітабымызды толтырсақ, ал біз мына қылмыстық жазасын өтеушілерге шеттен келген мына кітап сыйлайды біздің кітапханаға. Оқырмандар болсын, не болмаса көшіп кеткен азаматтар өздерінің кітаптарын біздің кітапханаға әкеліп жатады. Оны біз кітапты тастай алмаймыз дейді. Бізді әрине тастауға батылымыз жетпейді. Кітап енді біздің рухани байлығымыз ғой басты. Сондықтан сол кітаптарды ішінен детективтер болады, романтиктер болады, сол кітаптарды
художественный көркемдік әдебиеттер дейді. Соның барлығын теріп, осы қылмысын өтеушілерге сыйлаймыз. Тек қана қылмысын өтеушілерге емес, сондай-ақ басқа да мекемелерге де апарасыздар ғой? Әрине, біз енді басқа мекемелер болғанда біздің өзіміздің көз мүгедектеріміз, енді оларға да біз тасымалдағыш ретінде үйде жұмыс жасайтын көз мүгедектерімізге де осы кітаптарды жеткіземіз. Түсінікті, керемет. Келесі сұрақ, енді біз тактилді кітап деп отырмыз ғой, және өзіңіз айтып өтіңіз. Бұл енді көз мүгедектері балаларға да өздерінің тамаша бір әсерін тигізіп жатыр. Осы жоба қазір уақытта қай қарқында жалғасып жатыр ма? Бұл жоба ылғи да жалғасын табады және жалғасуда. Бұл енді біздің ерекшелігімізді білдіреді ғой, бұл кітапханамыздың. Бұл тактилді кітап арқылы баланың мына қол несін сезімталдығын оятып, ойын дамыту мақсатында жасалған дүниелер. Біз енді көз мүгедектер балаларына олардың мына түрлі түсті айырмашылықтарын өте қиын сезіну мүмкін, бала кезден егер мүгедек болса. Ал енді мына қолдың сезімталдығымен олар мына дөңгелек нәрсені, не болмаса төртбұрышты нәрсені, не болмаса мына сезімталдықты мықты дамытатын бір кітаптардың құралы ретінде саналады. Сондықтан бұл жұмыс әрқашан да өзінің орны бөлек, әрқашан алға қарай дамиды. Оқушылар тарапынан қандай пікірлер болып жатыр? Олар қаншалықты көмектесуге ниетті? Оқушылар тарапынан өте мықты жұмыс жүргізілуде. Жаңағыдай мына қоғамға оларды бейімдеп әкетуге ылғи да дайын екендіктері белгілі. Біздің еліміздің болашақ азаматтары мына көз мүгедегі деп бөліп жармай, оларға өз үлестерін қосуға ылғи да дайын екендіктері белгілі. Бұл нәтиже мына Мұзафар Әлімбаев атындағы мектеппен бірлескен жобадан белгілі болды. Түсінікті. Қазір енді кішкене міндеттің әлде жайлап тұрған кезі, сіздерде онлайн форматтағы жұмыстар қаншалықты қарқынды жүріп жатыр? Айтпағым, офлайн форматына ауыстырылған шараларда бар ма? Біз енді мына індетке байланысты әрине кішкене бір кедергілер болды, дегенмен де біз енді мына барлық ақпараттарымызды, барлық іс-шараларымыздың барлығын мына дыбыстандыру арқылы подписчиктеріміз дейді ме, Инстаграм, мына WhatsApp-тағы біздің көз мүгедектер енді бұлай үйде отырып қалғанмен де өте белсенді. WhatsApp-қа да, Инстаграмға да жазылып, біздің шығармашылық жұмыстарымыздың барлығын сол жақтардан тамашалауда. Біз енді бұнда сайыстар жариялаймыз, сол сайыстарға қатысады. Одан қала берсе шығармашылық бір топтарды шақырып, ән шашуларын шашып жатады. Сол барлығын ақпараттық жүйеге келтіріп, бір үлкен бір іс-шаралардың Инстаграм парақшамызда жариялап отырдық. Бұлай қарағасақ, енді кедергі жасағанмен де мына індет біз өзіміздің жұмысымызды жалғастырып отырдық. Түсінікті. Енді алдағы уақытта кішкене өзіңіздің жоспарларыңызбен бөлісіп өтсеңіз, дәстүрлі шаралар бар шығар енді. Олар енді жалғасын таба ма? Жоқ әлде бір жаңа бір белестерді бағындыру мақсаттары қойылып отыр ма? Яғни жаңа да бір мүмкін челлендждер бар шығар енді. Иә, енді біздің кітапханамыз енді республика тарапынан белгіленіп, республика тарапынан сұраныстар күшейген бір акцияларымыз бар ғой енді. Ол мектепке жол акциясы дейміз. Әрдайым біздің кітапханада жылдар бойы өткізілген дәстүрлі бір іс-шарамыздар. Бір ел бір кітап акциясы, мектепке жол акциясы. Жуырда ғана біздің кітапханада енді алтын оймақ деген бір немізді енгіздік, үйірмемізді. Алтын оймақ деген бұл енді қолдың сезімталдығын тағы да балалар үшін жетілдіру үшін қолда бар құралдарымызбен балаларды жинақтау арқылы көз мүгедек балаларын өздерінің қолдарынан жасаған бұйымдарын шығару. Бұл енді алтын оймақ үйірмесімен белгілі. Одан қала берсе енді біздің макраме үйірмесі бар дейміз. Сауле Нуриманованың жетекшілігімен өтіп жатқан тоқу үйірмесі. Бұл да өзін жалғасын табуда. Қандай іс-шаралар болса да біздің кітапхана әрдайым өзінің ерекшелігімен жұмысын жалғастырып жатыр. Керемет. Айнагүл ханым, біздің студиямызға келіп қойған сұрақтарға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Әлбетте сіздердің енді осы айтып отқан жобаларыңызға сәттілік тілейміз. Қандай да бір жағымды жаңалықтарыңыз болатын болса, біздің студиямызға келіп осылай әңгімелеп бересіз деген үміттеміз. Рахмет, сау болыңыздар. Қымбат телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, бізде дәл қазір жаңалықтар. Сақтанып жүрейік.